Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі подкастымыздың қонағы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, ардагер ұстаз Ескен Әләкбарқызы. Ескен Әләкбарқызы, қош келдіңіз. Қош келдік. Подкастымыздың тақырыбы ұлт тәрбиесі мен қыз баланың болмысы. Халқымызда бір ұл тәрбиелесең, бір әулетті тәрбиелеген, ал бір қыз тәрбиелесең, бір ұрпақты тәрбиелегенің деген дана сөз бар. Олай болса, ең бірінші сұрақ, ұлттық тәрбиенің негізі қай кезеңнен басталады деп ойлайсыз? Негізі бала тәрбиесі тал бесіктен басталады, сондықтан баланы кішкентай кезінен есейгенше тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Біздің подкастымыздың тақырыбы жайдан жай ұлттық тәрбие және қыз баланың болмысы деп алынып отырған жоқ. Ана тілімізде қыз деген сөз бар, ол ең қасиетті де құрметті сөз. Қасиетті болатыны бүкіл адамзат әйелден тарайды. Және де қазір біз енді мектеп қабырғасында отырғаннан кейін қыз балалар, оқушыларымыз, біздің қазіргі бой жеткен қыздар ертеңгі аналарымыз, болашақ аналарымыз. Сондықтан келесі сұрақ, қыз тәрбиесінде ең басты құндылықтар қандай болу керек? Енді қыз баланы аталарымыз, бабаларымыз кішкентай кезінен тәрбиелеген ғой, әдепті болуға, өзін таза ұстауға, үлкенді сыйлауға, кішіге қамқор болуға, өйткені ол болашақта бір әулеттің, бір үлкен отбасының анасы ретінде, сондықтан кішкентай кезінен балаларға тәрбиесіне өте зор мән берген. Келесі сұрағымыз, сіз енді бізде ардагер ұстазсыз, қаншама жыл тәжірибеңіз бар ұстазсыз. Біз қыз баланы тәрбиелеуде ұлттық тәрбие, ұлттық педагогика негізінен алшақтап кеткенбіз. Ұрпағымыздың бойына ұлттық тәрбиені, имандылық қасиеттерді сіңірсек, халқының әдеп салпын жақсы білетін, ата-анасын сыйлайтын, ел үшін еңбек ететін ұрпақ тәрбиелеген болармыз. Ал келесі сұрағымыз, қыз тәрбиесінде ата-ана мен мектептің бірлескен жұмысы қаншалықты маңызды? Енді ең алғашқы тәрбиені беретін негізі ата-анасы ғой. Енді қыз балаға ана үлгі деп ойлаймын. Қыз бала анасына қарап өседі негізі. Сондықтан отбасында қыз баланы кішкентай кезінен өзіне ұқыпты қарауға, үйдің тазалығына, солай кейін тамақ пісіруге, іс тігуге үйрету керек деп ойлаймын. Әртүрлі гигиена жақтан, әдептілік, адамгершілік жақтан әңгімелер өткізуге, содан кейін негізі жеке әңгімелескен жақсы деп ойлаймын. Балалармен сонда қыз балалар өздерінің ішіндегісі сырларымен бөліседі, өздерінің сұрақтарын қояды. Негізі балалармен тығыз байланыс жасау керек. Енді анасы енді үйде тәрбие бере береді ғой. Сондықтан жиналыстарда болсын, еткенде балалар туралы өткізіп отыру керек. Енді осы кезде тәрбиеде ұлттық құндылықтар сіңіруде салт дәстүрді қай уақыттан бастап үйрету керек балаға? Салт дәстүр негізі уже үйден басталады ғой, негізі балалардан үлкен сыйлауды, солай кейін олардың әсіресе шаштарына назар аудару керек. Шаштарын жайып жүрмей, жинақы жүру, өру, солай кейін әшекейледі. Кейбір қыз балалар слишком көп әшекеге үйір болады. Ол сәнді киінуге, өзіне жарасымды киімге үйрету керек балаларды. Ең басты тазалық үйрету, содан кейін енді әдеп ғұрып болғанда енді жаңа айтып отырмыз ғой. Біздің салтымызды бәрін ұстауға үйрету, өйткені болашақ ана өзінің балаларына тәрбие береді. Сондықтан баланы үйде жан-жақты тәрбиелеуге, біздің ұлтымыздың салттарын үйрету керек. Енді қыз баланың өсуіне, тәрбие алуына тікелей маңызы зор адам ол анасы. Анасының асыл қасиеттерін бойына сіңіріп, соны көріп, қайталап, солай тәрбиеленеді, солай өседі. Ал әкесінің рөлі, қыз тәрбиесіндегі әкесінің ықпалы туралы не айтасыз? Негізі қазақтар айтады, қызға 40 үйді тыю деп. Сондықтан қыз балаға жалғыз ата-анасы емес, бұрынғы кезде бүкіл ауыл болып қыздың тәрбиесіне, қыздың жүріс-тұрысына көп мән берген. Солай үлкен аналар болса, қыз балаларға ақыл айтып,
ескерту жасап отырған. Енді әкенің рөлі, әке енді отбасы тірегі болғаннан кейін әкесі үйде енді сыйлы құрметті адам, сондан әкесін сыйлауға, әкесі жұмыстан келгенде қарсы алуға, әкесінің жағдайын жасауға, әкесінің несіне көмектесуге, ешқашқанда әкесіне қарсы келмеуге, әкесімен сырласуға да болады. Солай ойлаймын, әкенің де рөлі өте зор деп ойлаймын. Әкелер ұрыспайды ғой қыз балаларға, негізі қыз бала жат жыртық деп есептеген ғой бұрында. Сонда қыз баланы үйде қадірлеп ұстаған, төрге отырғызған, ер балалар болса, ер балалар қарындасы, әпкесі ретінде сыйлаған. Енді әкесі де қызын ренжітпеуге тырысқан. Тілектерін орындаған, әрқашанда жылы лебізбен сөйлескен. Қазір жаңағы қызға 40 үйден тыю деп айтып отырсыз ғой. Бұл біздің дана халқымыздың сөздерінің бірі, иә? Ал қазіргі заманда заман талабына сай заманауи білім алып, және осы ұлттық салт дәстүрді сақтанып жүру, екеуінің қатар алып жүру мүмкін бе? Әрине, енді қазір бұрынғы қыз балаларды тәрбиелеген, ертесі басқа үйге барасың, сол үйдің тірлігін жасайсың деп үйреткені, тамақ пісіруге, әртүрлі тоқуға, тігуге үйреткен. Енді қазіргі заманда уже қыз балалар оқуға түседі, студент болады, содан кейін қызмет істегісі келеді, негізі. Карьера. Иә, карьера жасағысы келеді. Енді сонда ата-ана да енді қандай баласы тәуелсіз болса да, оның қай жерде жүр, қай жерде қандай жолдастары бар, әсіресе кіммен дос болып жүр, бос уақытында немен айналысады, соның бәрін ата-ана қадағалап отыру керек. Негізі ақыл айтып, қыз бала теріс жолға түспеу үшін әрқашанда қадағалауда болу керек деп. Енді әдеп ғұрыпты қызмет істеген, оқыған, ешқандай кедергі жоқ. Егер де қыз бала өзі ұлтын жақсы көрсе, например, қазақ не болса, рухы болса, ол әдеп дәстүрлерді сақтайды деп ойлаймын. Оған сен оны сақта, сөйтпейді деп айтуға болмайды. Бала өзінің санасына байланысты. Айтады ғой, отбасында не көрсең, ұшқанда соны ілесің деп. Сондықтан отбасында қандай тәрбие алды, әрі қарай алып кетеді деп ойлаймын. Бастысы, ана деген әйел адамға берілген не ғой, құдірет сондай. Әр ана, әр қыз әйел болады, ана болады, әже болады. Сондықтан ол өз бойына жақсы қасиеттерді сіңіру керек, чтобы балаларына үйрету үшін, немерелеріне үйрету үшін мәселенді. Рахмет, Ескенәлі Акбарұлы. Ұлт тәрбиесі ұлттың болашағын айқындайтын ең асыл құндылық. Ал қыз баланың тәрбиесі сол болашақтың берік іргетасы. Қыз елдің көркі деп бекер айтылмаған. Өйткені бүгінгі тәрбиелі, білімді, инабатты қыз ертеңгі саналы ана, ұлттың ұйытқысы, қоғамның шамшырағы.